Жамбыл Жабаев 1846 жылдың ақпан айының 28 жұлдызында дүниеге келген. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Жамбыл Жабаев ұлы ақын, жырау, жыршы. Ұлы жүз құрамындағы шапырашты тайпасының Екей руынан шыққан. Қазіргі Жамбыл облысы Жамбыл тауының етегінде 1846 жылы 28 ақпанда Жапа деген елге қадірлі адамның отбасында дүниеге келген. Жасынан өлең жырға қанып өсіп, Сүйінбай, Аронұлы сияқты жыр даңғылынан тәлім-тәрбие алады. Сонымен бірге Жамбыл туысқан қырғыз елінің де сөз өнерін жетік біліп, Тоқтағұл, Мұраталы, Әліпқұл, Балық, Қатаған сияқты дүлдүлдермен өнер сайысына түскен. 100 жыл өмірінің 85-ін өлең жырмен өткізген. Жамбылдың шығармашылық өмірі 19 ғасырдың 70 жылдарынан басталған. Бұл қазақ халқы үшін өте ауыр кезең еді. Осы жылдары Ресей империясы бүкіл қазақ елін түгел отарлап алған болатын. Соның салдарынан жерден, малдан айырылған жұрттың тұрмысы жүдеп, күйзеліске ұшырады. Ол аз болғандай 20 ғасырдың 20 жылдарында ақ пен қызылдың соғысы, кәмпескелеу мен ұжымдастыру сияқты оқиғалар халықтың тағдырына теріс әсерін тигізді. Қарапайым адамдардың да, зиялылардың да психологиясын өзгертті. Осындай жағдайдың куәгері болған Жамбыл шындықты айтып, замана болмысын жасырмай суреттеді. Өзінің өкініші мен күйінішін ащы дауыспен жырлады. Күйініп те, қиналып та сөйлейді. Жамбылды нағыз ақын ретінде байдақ елге танытқан өнері оның айтыстары. Бұл айтыстарында қыз бен жігіттің қайым айтысы да, түре айтысы да, сүре айтысы да бар. Осының қай-қайсысында да Жамбыл өзінің нағыз майталман, кестелі сөздің шебері әрі ұшқыр ойлы, тапқыр шешен екенін көрсетеді. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысына Жамбыл ақын белсене қатысты. Товарищ Жамбул, от имени партии коммунистов прошу вас, возьмите снова в руки свою дамбру. Ваши песни нужны народу. Мне по ночам снятся такие песни, каких я еще никогда не пел. Снова юность, как чудом, Жамбулу дана, будто кровь, как кумыс забурлила звеня, будто снова моя разогнулась спина, будто белые зубы растут у меня. 1943 жылы майданда Жамбылдың ұлы Алғадай қаза тапты. Бұл жөнінде ақынға хабар жеткенде ол біраз үнсіз отырып барып, қайғылы хабарға өлеңмен жауап берді. Жамбылдың ақырғы жыры 1945 жылы 9 мамырда айтылған болатын. Бұл неміс фашистерін біздің халқымыздың қаһармандықпен жеңгендігіне арналған еді. 100 жасқа небәрі бірнеше ай қалғанда. 1945 жылы маусым айының 22 жұлдызында Жамбыл атамыз қайтыс болды. 1946 жылы ақпанда Қазақстан жұртшылығы даңқты ақынның 100 жылдығын салтанатпен атап өткен болатын. Барлықтарыңызға сәлем. Мен 10-шы А сынып оқушысы Эльмира Ермекбай. Бүгінде Жамбыл Жабайұлы атамызға 175 жыл толып отыр. Ал мен қазір атамыздың өмірбаянына қысқаша баяндайтын боламын. Жамбыл Жабайұлы атамыз 28 ақпанда 1846 жылы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келеді. Ол қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Шыққан тегі ұлы жүз шапырашты тайпасының ішіндегі Екей руы. Жамбыл атамыздың өсіп өнген жерінде ән мен күй, ақындық пен жыраулық өнері айрықша биікке көтерілген. Мұхтар Әуезовтің қазақ халқында ерекше дамыған айтыс өнері 19 ғасырдан бергі жерде өзге жерлерде саябырсып, Жетісу, оңтүстік өлкелерінде шоғырлана бастайды деуінде үлкен тарихи себеп бар. Бұл өңірдің ертеден тамырын тереңге жайған,
Өнерпаздық дәстүрі шын мәнінде 19 ғасырдан бергі жерде айрықша биік өреге көтеріліп еді. Осы кезеңде Жетісуға сонау арқадан ұлы Абай атамыздың келуі, Біржан Сал, Шашубай, Балуан Шолақ сияқты дауылпаз әнші ақындардың келуі, Таластан Жалайыр Түбектің келуі, оңтүстіктен Майлы Қожаның келуі, Атыраудан Құрманғазының келуі. Сөз жоқ, ең алдымен олардың алыстан жаңғырығы жеткен ұлы өнер мектебіне деген ұмтылыстарына байланысты еді. Осындай өнер бесігінде тербелі өскен Жамбыл атамыздың ақындықтарына жас кезінен-ақ таныла бастаған. Ол бозбала шағының өзінде-ақ өскен ортасын ән мен жырға кеңейтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып үлгерген. Осы кезде өрттей жалындап, жұрт аузына іліккен жас Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның арқалы өнеріне құныға дейін қойып батасын алады. Мұнан әрі жал құйрығы сүзілген, жүйріктей арындап сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Сары, Сарбас, Досмағанбет, Шашубай, Құланаян, Құлманбет сияқты ақындықтың жылжыған жорға, жылмиған жүйріктермен айтысқа түскен Жамбыл атамыз ұдайы шоқтығын асырып отырған. Және де бұлар ғана емес, сонау қырғыздың Балық, Тыныбек, Қалығұл, Найманбай, Қатаған, Арыстанбек, Сағымбек сияқты ақын жырау манасшыларымен өнер өрелестіріп, қырғыздың көп көл көсір поэзиясынан тағылым алған. Ақындық өнерін одан әрі шыңдай түседі. Жамбыл атамыздың ақын жырау ретінде қалыптаса бастаған кезі мынау Ресейдің отаршылдары бір жағынан, Қоқан хандығы екінші жағынан, жергілікті жандайшаптар үшінші жағынан қазақ халқын әлеуметтік саяси қыспаққа алған сәті еді. Осы елдегі жағдай, яғни Қазан төңкерісінен кейінгі елдегі жағдай басталды. Яғни сол кезде Шағым, Жылқышы, Шәбденге, Сәт сайланарда, Өстепкеде, Патша әмірі тарылды, Зілді, Бұйрық сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылдықпен бейнелейді десем болады. Оның 1936-1945 жылдар аралығындағы шығарған жырлары 13 000 тармақтан асады екен. Ол ел өміріндегі табыс пен жаңғыруларды, жеңіс пен ерлік істерді ерекше шабытпен жырлайды. Шағын жыр толғаулар ғана емес, оның қарт көкірегінен Өтеген батыр, Сұраншы батыр сияқты эпикалық туындылар қайта жаңғырып ақтарылады. Жамбыл атамыз әрі эпик, әрі айтыс ақыны, абыз жырау, әрі жауынгер жыршы болды. Ол шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны қалыптастырушы. Оның сөздері ұранға айналған. Жамбыл атамыздың марапаттарын айта кетсем, Ленин ордені, Еңбек қызыл ту марапаты және де құрмет белгісі орденімен марапатталған. Жамбыл атамыз бейнесі қазақ өнерінің барлық түрінде, барша жанрында шабытпен бедерленіп, ұлттың рухы биік ұлы тұлғасы екенін әйгіледі. 1945 жылы 22 маусымда Жамбыл атамыз дүние салды. 1946 жылы ақпанда Қазақстан жұртшылығы даңқты ақынның 100 жылдығын салтанатпен атап өтті. Мерейтойына қарай ақынның таңдамалы шығармаларының академиялық жинағы орыс және қазақ тілінде басылып шығарылды. Мен 10-шы А сынып оқушысы Орынбаева Дана Жамбыл Жабаевтың Пушкинге деген өлеңін айтқым келіп отыр. Ол өлең арқылы Жамбыл Жабаев Пушкиннің өзі өлсе де, оның көңілі, ақкөңілділігі өлмейді деген құрметте білдіріп жазған өлеңі. Пушкинге Жамбыл Жабаев. Өнердің алды қызыл тіл,
тілде жүйрік ол дүлдүл. Ақынның мұхит теңізі Пушкинге бүгін 100 жыл. Менің айтқан 100 жылым өлім емес, өмірі. Өмірде оның өлмейді, ел сүйген таза көңілі. Әлемге шыққан аты бар, алтынмен жазған хаты бар. Күн сенбей ол сөз өнер ме? Пушкиннің жыры дәл сондай, әлемнің ажар көрігі.